Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып қыстағы аңшылық. Охота зимой или зимняя охота. Бүгінгі сабақта қысқы мезгілде аңшылық кәсібі туралы оқисың. Сегодня ознакомишься о охоте зимой. Жаңа сөздер. Балалар, мұқият тыңдаңдар. Жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне жазып алыңдар және есте сақтаңдар. Аңшы – охотник, бүркітші – беркутчий, человек, который занимается охотой с помощью беркутов и, естественно, их выращивает. Аңшылық – охота, аң аулау – охотиться, құлақшын – шапка-ушанка, қашу – убегать, томаға – кожаный чехол, плотно закрывающий глаз беркута. Это кожаный чехол. Сейчас мы с вами с этими словами более подробно ознакомимся. Мынау бүркітші және бүркіт. Бүркітші бүркіт арқылы аң аулайды. То есть он ловит, охотится с помощью беркута. Мынау не балалар? Әрине, бұл жылқы. Многие сказали ат, наверное, да? Ну и не ошиблись. Жылқы. Что на нем? Это жүген, уздечка. Жылқыға отыру үшін жүген салу керек. Нужна уздечка. Мынау не балалар? Әрине, бұл таз ит. Это гончие. Это собака гончей породы. Ал мынау аңшы. Мына суретте не бейнеленген? Бүркіт бейнеленген, құлақшын және тон. Құлақшын – это шапка-ушанка, тон – это теплая верхняя одежда. Можно сказать, дубленка или шуба. Да, ребята? Аңға шыққанда құлақшын және тон киіп шығады. Мынау, вот обратите внимание, может, многие уже догадались, бұл не балалар? Томаға. Закрывает глаза специально беркуту, чтобы он раньше времени не полетел на охоту. Мынау әрине аң аулау. То есть это охота. Ребята, посмотрите, пожалуйста. Бүркіт, жылқы, таз ит. Это три составляющих, которые необходимы джигиту. Они относятся к 7 ценностям. Жеті қазына. Это первые 3 ценности, о которых мы сегодня с вами затронем беседу. Осыны есте сақтаңдар. Запомните, ребята. Сөйлесек, 70-ші бет, 2-ші тапсырма. Аңшы дегеніміз кім, балалар? Вот мы только что проговорили, да? Аңшы дегеніміз аң аулайтын адам. Вот он, аң аулайтын адам. Бүркітші дегеніміз кім? Бүркітші бүркіт арқылы аң аулайды. То есть он охотится с помощью беркута. Аңшылар аңға шыққанда қандай киім киеді? Киім, одежда, киеді одевают. Қандай киім киеді? Әрине, құлақшын киеді және тон киеді. Олар жылы киім киеді. Ребята, жылы киім жақсы, теплая одежда. Аңға немен шығады, балалар? Аңға немен шығады? Аңға бүркітпен шығады
және таз итпен шығады. Жақсы балалар. Мы только что сказали, что жылқы, таз, ит и бүркіт – это первые 3 составляющих 7 ценностей молодого джигита. Мы сейчас с вами ознакомимся с текстом. Но прежде посмотрите на рисунок. Суретке қараңдаршы. Не туралы? О чем? Как вы думаете, о чем будет текст? Правильно, дұрыс. Аң аулау туралы. Об охоте. Ал енді мәтінмен танысайық. 71-ші бет, 3-ші тапсырма. Мәтінді оқып, сұрақтарға жауап бер. Прочитай и ответь на вопросы. Балалар, мен оқимын, мұқият тыңдаңдар. Кешке басталған қар түнге дейін жауды. Снег, который начался вчера вечером, кеше вчера. Снег, который пошел вчера, до сих пор идет. До ночи идет, түнге дейін. Ағашты, үйді аппақ қар жапты. Накрыл белый снег дома и деревья. Әкем, ағам және мен мықты аттарға мініп, аңға шықтық. Отец, брат и я, сев на сильных лошадей, выехали на охоту. Қасымызда тазы итіміз бар. Рядом присутствует собака гончей породы. Күн жып-жылы, айнала тып-тыныш. Жаңа жауған қардан түлкі қоянның іздерін көрдік. Жаңа жауған қардан на свежем снегу увидели следы қоян и түлкі. Аңдарды көргенде бүркіттің томағасын шешіп, ұшырып жібердік. Аңдарды көргенде, когда увидели зверей, сняли шапку с беркута и отправили на полет. Тазы иттер де қояндарды қуды. И собаки погнались за зайцами. Біз 5 қоян, 3 түлкі ұстадық, поймали. Бүркіт пен тазы қашқан аңдарды тез ұстайды. Быстро ловят. Жақсы балалар, мәтінді өздерің бір оқып шығыңдар, прочитайте текст и поработаем с вопросами. Сұрақтар. Аңшылар аңдарды қалай тапты? Как нашли зверей? Ищем ответ в тексте. Жаңа жауған қардан түлкі қоянның іздерін көріп тапты. Аңшылардың қасында қандай үй жануары бар? Аңшылардың қасында тазы ит бар. Или же просто қасымызда тазы итіміз бар. Оның аңшыларға қандай көмегі бар? Какая помощь от них? От собак. Олар қашқан аңдарды тез ұстайды. Быстро ловят. Бүркітші бүркіттің қашан ұшырады?
Когда отпускает Бергуччи своего Бергута? Вот теперь ищите по тексту ответ, пожалуйста. Аңшылар қандай аңдарды аулады? Каких зверей они поймали? Ищите ответ по тексту. Жақсы балалар, бұл сұрақтарға ауызша жауап береміз. Отвечаем устно на данные вопросы. Жазылым 72-ші бет 4-ші тапсырма. Пункті. Сөйлемдердің жалғасын келесі бағанадан тауып жаз. Бірінші бағана, екінші бағана. Басы, аяғы. Аңшылар аңға шыққанда, ребята, смотрите, выделено красным шрифтом окончание «да». В переводе, что это означает? Когда охотники вышли на охоту. Когда охотники вышли на охоту, қолдарында қару алады. Когда выходят, да, они что берут? Қару, оружие. Жүйрік атқа отырады, садятся на ат, на лошадей, быстрых жүйрік. Жылы киім киеді. Это понятно. Дальше. Аңшылар аң аулағанда, опять же, смотрите, когда охотники идут на охоту, следующее. Аңшылар қар жауғанда, когда снег идет, то охотники. Аңдар қашқанда, когда звери убегают. Қар жауып болғанда, когда снег перестает идти. Видите? То есть это начало предложений. Вы его должны закончить. Айғалап аңды қорқытады. Запугивают зверей. Когда запугивают зверей? Когда идут на охоту. Айнала аппақ болады. Вокруг белым-бело. Когда вокруг белым-бело? Найдите ответ, запишите правильное предложение. Аңға шығады. Выходят на охоту. Когда выходят на охоту? Тазы иттер оларды қуады. Собаки их догоняют. Когда догоняют их собаки? Я надеюсь, вам все понятно, и вы правильно выполните задание. Сабақ түсінікті болса, балалар, тапсырманы орындаймыз. Сау болыңдар, балалар.